5-ші мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Елуқызы Айғанова. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. Оқу мақсаты: жай бөлшектерге арифметикалық амалдар қолданып, мәтінді есептерді шығару. Мысалы, бірлесіп жұмыс жасауға қатысты есептер және тағы да басқа. Ендеше бірден практикалық жұмысқа. Бірінші тапсырма. Бірінші трактор жер телімін 3 сағатта, екінші трактор 6 сағатта қазады. Олар бірігіп жұмыс істесе, осы жұмысты қанша сағатта орындар еді? Толық жұмысты бір бүтін деп аламыз. Бірінші трактордың жұмыс өнімділігін жазамыз, 3-тен 1. Екінші трактордың жұмыс өнімділігі 6-дан 1. Екеуінің бірігіп жұмыс істеген өнімділіктерін тауып аламыз. 3-тен 1 қосылған 6-дан 1 тең. Ортақ бөлім 6. 6-ны 3-ке бөлем 2, 6-ны 6-ға бөлем 1. 2 қосылған 1, 6-дан 3. Енді толық жұмысты бір бүтін деп алдық қой. Осы бірді бөлемін 6-дан 3-ке. 1-ден 1 бөлу көбейтуге айналады. Кері санын жазамын, 3-тен 6. Бөлшектің алымына, бөлшектің бөліміне көбейтемін. 1 көбейту 6, 1 көбейту 3. Тең 6-ны 3-ке бөлем 2. Ендеше жауабы: осы бірігіп жұмысты 2 трактор 2 сағатта орындайды. Келесі тапсырма. Хауыз су 2 құбыр арқылы жіберілсе 12 сағатта, ал бірінші құбыр арқылы жіберілсе 20 сағатта толады. Хауыз тек екінші су құбыр арқылы қанша уақытта толады? Екі құбырдың біріккен жұмыс өнімділігі 12-ден 1. Бірінші құбырдың жұмыс өнімділігі 20-дан 1. Маған табу керек екінші құбырдың осы екінші су құбыры арқылы қанша уақытта толадындығы. Бірден шешімге көшейік. 12-ден 1 азайтылған 20-дан 1. Ортақ бөлімге келтірем. Ортақ бөлімі А 60. 60-ты 12-ке бөлем 5. 60-ты 20-ға бөлем 3. 5 азайтылған 3 тең 60-тан 2. Қысқарады 2-ке 1. 30. 30-дан 1. Толық жұмысты бір деп алдық қой. Осы бірді бөлемін 30-дан 1-ге. 1-ден 1 бөлу көбейтуге айналады. Кері санын жазам, 1-ден 30. Бөлшектің алымына, бөліміне көбейтем. 30-ды 1-ге бөлем 30. Хауыз тек екінші су құбыры арқылы 30 сағатта толады. Үшінші тапсырма. Бір айлық отынды ағасы 40 минутта, ал інісі 2 сағатта дайындайды. Ағасы мен інісі бірігіп 3 айлық отынды қанша уақытта дайындайды? Ағасы 40 минутта дайындайды, жұмыс өнімділігі 40-тан 1. Інісі 2 сағатта дайындайды, сағатты минутқа айналдырам, 120 минут, 2 сағатым жұмыс өнімділігі 120-дан 1. Екеуінің бірігіп жұмыс өнімділігін табам. 120-дан 1 қосылған 40-тан 1. Ортақ бөлімі 120. 120-ны 120-ға бөлем 1, 120-ны 40-қа бөлем 3. 1 қосылған 3, 120-дан 4. Қысқарады 4-ке 1, 30. 30-дан 1. Толық жұмысты біз 1 деп алатын болдық дедік қой. 1-ді бөлемін 30-дан 1-ге. 1-ден 1 бөлу көбейтуге айналады. 30-дан 1-ге кері санын жазам, 1-ден 30. 1-ден 30. 30 1-ге бөлінеді 30. Бір айлық отынды ағасы мен інісі 30 минутта дайындайды. Есептің шартында 3 айлық отынды қанша уақытта дайындайды? Ендеше 3-ті 30-ға көбейтемін 90. Есептің жауабы 90. Келесі тапсырма. Абай Сити құрылыс
компаниясы үй салуға тапсырыс алды. Бірінші ұста барлық тапсырманы 20 күнде, екінші ұста 5-тен 3 бөлігінде, үшінші ұста екіншісіне қарағанда 2,2-ден 1 есе көп уақыт даярлайды. Үйдің құрылысын 3 ұста бірігіп даярласа, оларға неше күн қажет болар еді дейді. Бірінші ұстаның жұмыс өнімділігін жазам. 20-дан 1. Екінші ұстаның 5-тен 3 бөлігінде дейді. Санның бөлігін тауып алам. 20-ны көбейтемін 5-тен 3-ке. Қысқартамын. 20 мен 5 қысқарады. 5-ке 1, 4. 4 көбейту 3, 1. 4-ті 3-ке көбейтем 12, 12-ні 1-ге бөлем 12. Екінші ұста 12 күнде дайындайды. Жұмыс өнімділігі 12-ден 1. Үшінші ұста екіншісіне қарағанда 2,2-ден 1 есе көп дейді. Есе көп дегеннен біз көбейтеміз. 12-ні көбейтемін 2,2-ден 1-ге. 1-ден 12 көбейту. Аралассам бұрыс бөлшекке айналдырам. 2-ден 5. Қысқарады 12 мен 2 2-ке. 1, 6. 6 көбейтілген 5, 1 көбейтілген 1. Тең. 1-ден 30. Ол деген 30. Үшінші ұста 30 күнде даярлайды. Жұмыс өнімділігін жазып кетейін. 30-дан 1. Енді үшеуінің бірігіп жұмыс істеген жұмыс өнімділігін табуым керек. 20-дан 1. Қосылған 12-ден 1. Қосылған 30-дан 1. Ортақ бөлімі 60. 60-ты 20-ға бөлем 3. 60-ты 12-ге бөлем 5. 60-ты 30-ға бөлем 2. 3 қосылған 5, қосылған 2. 60-тан 10. Қысқарады. 10-ға 1, 6. 6-дан 1. Соңғы амал 1-ді бөлемін 6-дан 1-ге. 1-ден 1. Бөлу көбейтуге айналады. 6-ны 1-ге бөлем 6. Ендеше үйдің құрылысын 3 ұста бірігіп 6 күнде даярлайды. Назарларыңызға рахмет.